Қазақстандағы селекция жетістіктері ауыл шаруашылығының дамуына үлкен үлес қосқан маңызды бағыт. Селекция арқылы ғалымдар жаңа, өнімділігі жоғары, табиғатқа төнімді және өнімді сорттар алынады. Қазақстанда астық дақылдары бойынша ірі жетістіктер бар. Әсіресе бидай селекциясы жақсы дамыған. Ғалым Александр Бараев жетекшілік еткен жұмыстар нәтижесінде құрғақшылыққа төзімді, өнімділігі жоғары бидай сорттары шығарылды. Күріштің жоғары өнімді сорттары Қызылорда өңірінде өсіріледі. Марпа, күнбағыс сияқты дақыл түрлері енгізілді. Жеміс-жидек пен көкөніс дақылдарының жергілікті клебе сорт қолданылады. Қазақстанда мал тұқымдарын асылдандыру да жоғары деңгейде дамыды. Қазақтың ақбас сиыры етті бағыттағы төзімді тұқым. Алатау сиыры сүтті бағыттағы өнімді мал. Қостанай жылқысы күшті әрі төзімді жылқы тұқымы. Қазақтың биязы жүнді қойы сапалы жүн береді. Бұл жұмыстарға Мұхтар Айтқожин сияқты ғалымдар да үлес қосқан. Селекция жетістіктері азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, өнім сапасы мен көлемін арттырады, құрғақ климатқа бейімделген түрлерді көбейтеді. Қорыта айтқанда, Қазақстан селекциясы табиғи жағдайларға бейім, өнімділігі жоғары өсімдіктер мен жануарлар түрлерін шығаруда үлкен жетістіктерге жетті.